солтүстік Қазақстандағы Ғабит Мүсірепов атындағы кітапхананың ұжымымен менің шығармашылық байланыстарым бар. Олар менің кітаптарымды қызығып алдырып, интернет нұсқасын таратып отырады. Мен балалар жылы мен құттықтаймын сізді. Биыл балалар әдебиетінің жылы деп жарияланды. Енді үлкеннің мыңына бергенше баланың біріне берді. Сол балаларға арнаған біраз өлеңдер жаздық енді. Оның ішінде биыл менің Фолиант баспасынан әліппе өлеңдерім жеке кітап болып шықты. Одан кейін былтыр орыс тілінде жазған Доброжелательный Асқар деген ертегім бұл өз 4 тілде шықты: қазақша, орысша, ағылшынша, немісше. Және Москвадан детская роман газетаға басылды. Москвадан художественная литература баспасынан шыққан «100-летний Степняка» деген кітабында басылды. Одан басқа балаларға арналған өлеңдер, ертегілер, пьесалар, бұларда жеке кітап болып басылғаны бар, шығайын деп жатқаны бар. Оның ішінде бір талай пьесалар театрлардың сахналарында қойылды. Және енді үлкен бір жаңалығым осы жақында балаларға арналған «Бала балдырған» деген ән өлең бұл шықты. Қазір мектептің оқушылары орындап айтып жүр. Сонымен бірге «Атам мен әжем» деген балаларға арналған өлең, оған ән шығып айтылып жатыр. Сондықтан ол қалай болғанда да біз балаларға бүгінгі заманға лайық әдебиет, бүгінгі заманға лайықты шығармалар жазып беруіміз керек. Бала және өзінің оқығанын түсініп оқу керек. Ол жақсы көріп оқу керек. Ол сонда өзінің ана тілін сүйеді. Баланың санасы аппақ қағаз секілді. Оған алғашқы қандай өзінің тілінде, өзінің ана тілінің сөзі жазылу керек. Сонда енді менен жиі сұрайды, сіздің балаларға арналған өлеңдеріңізді, шығармаларыңызды қайдан табамыз деп. Енді кітаптың әрине тиражы аз, барлық халыққа жетпейді. Сондықтан мен осы заманғы электрондық кітапхана дейді ғой, соны пайдалануға өте мән бердім. Сондықтан мысалы біздің Қазнет деген бар, ұлттық академиялық кітапхананың интернет кітапханасы. Міне осыны менің барлық шығармаларым осында, 18 том шығармалар жинағым да осында, бүкіл жазған кітаптарым осында тұр. Соның ішінде балаларға арналған бірнеше жинақтарым бар. Соның ішінде өлеңдерім де, пьесаларым да, әңгімелерім де бар. Жұрт алып, көшіріп алып пайдаланып жатыр. Содан тауып алуларыңызға болады. Сонымен қатар мына орыс тілді сайттарды, Литрес деген бар атақты. Сонда Руслит, Майбук деймін, неше түрлі интернет кітапханалар біріне алып таратқан. Онда енді менің осы Абылайхан Ева Батырий, «Мальчик, победивший Жалмауыз», содан кейін тағы да «Доброжелательный Асқар», осындай ертегілерім, әңгімелерім барлығы сол орыс тілі арқылы сайттарда толып тұр. Бәленбай мыңдаған адам алып оқып жатыр. Көшіріп алып, одан тауып алуларыңызға болады. Міне біз осы заманда жаңағы кітап әрине қағаз күйінде шығу керек, ол қағаз күйінде тұру керек, оның негізі. Бірақ интернет кітапхананы біз өте пайдалануымыз керек. Сондықтан іздеген адамдар болса, менен сұрап жатады, көбінде сол неден табасыздар, ғаламтордан. Жақсы, рахмет.